Сәлем достар, мен бүгін сіздермен ерекше мәлімет туралы бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл біздің каналдың әрі қарай дамуына өз үлесін қосады. Ендеше бастаймыз. Сарымсақ десе, барлығымызға бірінші сарымсақтың иісі есімізге келеді. Бірақ С және Б6 дәрумені, мыс, кальций, калий, фосфор элементтеріне бай сарымсақ көптеген дерттерге ем. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды және қанды сұйылтып, тіпті беттегі әжімдерге де өте жақсы әсер көрсетеді. Егер сіз сарымсақты суға қосып ішетін болсаңыз, тұмау, бронхит, ангина ауруларын емдеп, иммунитетті көтересіз, сонымен қатар қан қысымын реттейді және онкологиялық аурулардың алдын алады. Ендеше сарымсақ қосылған судың дайындалу тәсілі бәрімізге қызықты болып тұрған болар. Үлкен болса 1, кішкентай болса 2 тіс сарымсақты қабығынан тазартып, езіп аламыз. Оның үстіне 3 тамшы зәйтүн майын, яғни оливковое масло және 1 стакан су құйып, отқа қоясыз. Суды 50-60 градус шамасында қайнатып, оның үстіне 1-2 тілік лимон салып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоясыз. Дайын болған емдік сусынды теңде 2 бөлікке бөліп, 2 рет арасын ұзатпай ішесіз. Егер сізде аллергия, асқазан жарасы, ас қорыту жолдары бұзылған болса, сізге сарымсақ қосылған суды ішуге болмайды. Сіздермен бірге болған мен Гүлбану Ғаниқызы, келесі видеода кездескенше